Сәлем достар, эфирде мен Камила. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай тамаша, керемет болып шығатын, өте аз затпен осыншама кексті бірге дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір дана жұмыртқаны жарып, үстіне бір пиала қантымызды саламыз. Қантымызды екеуін жақсылап араластырып, 2-3 есе көтерілген масса болғанша қозғайтын боламыз. Қантымыз бізде толық еріп шығу керек. Міне осындай аппақ масса болып шығады. Үстіне жарты пиала май құямыз. Бұны да жақсылап араластырып, кез келген қолдың айраны болсын, дүкеннің айраны болсын, кез келген айран түрін қосып, бұны да жақсылап араластырып аламыз. Және бір пиала толып тұрған ұнды саламыз. Осының өзі жеткілікті. Ұнымызды қозғамай жатып, үстіне қопсытқыш салатын боламыз. Қопсытқыштың барлығы көптік қылады, сондықтан жарты шай қасықпен ғана салатын боламыз. Арасында түйіршік қалмағанша тестамызды қозғап шығамыз. Міне осындай кілегейлі, созылмалы теста болып шығады. Біздің тестамыз дайын. Енді кез келген формамызды алып, тестамызды құйып шығатын боламыз. Силиконовый форма болсын, немесе осындай формалар болсын, бола береді. Әр формаға 1,5 қасықтан құйып шығатын боламын. Және үйде менде қалған варенкам бар еді. Осы варенканы осылай ортасына ғана салып, бетін толықтай тестамен қайттан жауып, пісіретін боламын. Бізде пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Небәрі 180 градуста 10-15 минут пісіп шығады. Варенканың орнына мис салып, немесе өздеріңіздің фантазияларыңызға қарап, әсемдеп шықсаңыздар болады. Және дәл осы тестамен капкейк де дайындауға болады. Қонақтар келген кезде арнайы ыдыстарға салынған кекске бетіне креммен әсемдеп ұсынсақ болады. Міне осындай өте аз затпен өте көп менде кекс шықты. Қалған тестамды осындай формаларға құйып шықтым. Менің парақшама жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетсеңіздер, өте қуанып қалар едім. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз маған шабыт сыйлап, бұдан да жақсы видеолар шығуына себеп болатын еді. Міне кекстеріміз де пісіп шықты. Өте аз затпен өте көп кекс болып шықты. Дәмі де ерекше. Өз қолдарыңызбен отбасыларыңызға жасап беріп, қуанта берулеріңізге болады. Менің видеом ұнады деп ойлаймын. Келесінде қандай видео шыққан қалайсыздар, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді, өмірлеріңіз мәнді болсын. Сау болыңыздар.